18 мың ғаламтор. 18 мың ғаламтордың құпия сырлары сансыз. Солардың бірі Қазақстандағы аномальды мистикалық жерлер. Өлі көл. Талдықорған облысында орналасқан бұл көл температураны сақтаудың ерекше қасиеттерімен танымал. Тіпті ең ыстық жазда, қапырықта да оның суы мұзды болып тұрады. Су қоймасының сұлулығына қарамастан, көлде ешқандай жануарлар жоқ. Балдырлар өспейді. Су жәндіктерінің бірде-бір түрі байқалмайды. Ондағы барлық тіршілік иелерін түбіндегі жырықтан бөлінетін улы газ өлтіреді деп саналады. Өлі көлдің суларына түсіп жүрген водолаздар онда 5 минуттан артық болу мүмкін емес екенін айтады. Тіпті балонда ауа толық болғанның өзінде де. Суға батқан саны бойынша көлдің статистикасы да қайғылы. Жыл сайын су қоймасында түсініксіз себептермен бірнеше адам суға батады. Көбінесе олар халық ертегілеріне сенбейтін демалушылар. Бір қызығы, физика заңдарына қарама қайшы болғандай, батып кеткен адамдардың денелері судың сыртына қайта шықпайды. Жергілікті тұрғындар көлді қарғыс атқанына сеніп, оны айналып өтеді. Аңыз бойынша, бір ғасыр бұрын көлге қызғаныштан соқыр болған күйеу өзінің қалыңдығын үйлену қарсаңында суға батырып тастаған. Көл көлі. Қазақстанның оңтүстігіндегі Жамбыл облысындағы орналасқан көл көлінің жанында бір түрлі физикалық қасиеттер бар. Ондағы су үнемі балғын және тірі. Бірақ көлге бірде-бір өзен, бірде-бір бұлақ ағып кірмейді. Гидрологтар жер асты үңгірлері жүйесі туралы ой пікірлерін білдіруде. Бірақ көлді әлі мұқият зерттеу мүмкін болмады. Ал кейбір жерлерде көлдің түбі жоқ. Кейде суда әртүрлі қалқымалы заттарды тартатын үлкен шұңқырлар пайда болады. Көбінесе тегіс көлдің беті лезде ұсақ толқындарға айналады. Аңыз бойынша көл көлінде айдаһар деген су рухы тұрады дейді. Қазіргі заманғы аномалия зерттеушілері су қоймасында тарихқа дейін тіршілік иесі өмір сүреді деп мәлімдейді. Ол бүгінгі күнге дейін керемет түрде сақталған Лохнесс құбыжығының аналогы деп саналады екен. Әйтпесе балықшылар мен шопандардың әңгімелерін қалай түсінуге болады? Олар көлге суда жүзетін құстар мен жануарларды жағадан су ішіп жатқанда, кенеттен оларды белгісіз бір күш суға тартып кеткендерін көрген. Қызылқұм шөлі. Сырдария мен Амудария өзендерінің аралығында орналасқан Қызылқұм шөлін Қазақстан, Өзбекстан және Түркменстан өзара бөліп тұрады. Орталық Қызылқұмдарда табылған үңгір суреттері өркениет құпияларын зерттеушілердің назарын аударады. Бұл ғарыш скафандрын киген адамдардың, сондай-ақ ғарыш кемелеріне ұқсас заттардың суреттері. Кескіндемені белсенді зерттеу өткен ғасырдың 90-шы жылдарында басталды. Бұл суреттер қайдан шыққаны белгісіз. Жергілікті тұрғындардың пікірінше, Қазақстандағы ең мистикалық орындарының бірі Қызылқұмдарда анда-санда НЛО байқалады. Ал геологиялық зерттеулер шөлден табылған заттар жер бетінде ешқашан кездеспеген фрагменттер екенін көрсетеді. Қызылқұм шөлінің үстіндегі аспанда ұшатын нысандарды түсірген көптеген әуесқой фотосуреттер бар. Алайда олардың түпнұсқалары дәлелденбеген, бірақ жоққа да шығарылмаған. Плато үстірті. Қазақстанның аномальды аймағы Арал теңізі мен Каспийдің солтүстік бөлігі арасындағы шөлді жер болып саналады. Үстіртте аспанда үнемі байқалатын НЛО тұрақтары бар деп айтылады. Виктор Александровский, экстрасенс. НЛО-ға келетін болса, Қазақстанда мұндай құбылыстар өте көп. Өйткені көптеген күш орындары бар.
Әртүрлі уфологтардың пікірінше НЛО тектоникалық ақаулар бар шөлді жерлерде пайда болады. Атап айтқанда, Көктөбе тауының үстінде мен жеке өзім қозғалатын күрделі геометриялық фигураларға салынған, содан кейін жоғалып кеткен бірнеше түсініксіз жарқыраған нысандарды көрдім. Сондықтан Қазақстан НЛО белсенділік аймағы болып табылады деген пікір дұрыс. НЛО мен байланысты Қазақстанның мистикалық орындарына көптеген жұмбақ әуесқойлар келеді. Үстірт осындай орындарының бірі болып саналады және ғалымдардың оған деген сұрақтары көп. Зерттеушілердің айтуынша, үстірт 50 миллион жыл бұрын осында шашыраған ежелгі Тетис мұхитының түбі екеніне сенімді. 200 мың шаршы шақырым аумақты тас алпауыттар, сынықтар мен ойпаттар мекендейді. Үңгірлердің бірінде руникалық суреттері бар үңгір суреттері табылды. Бірақ ең үлкен қызығушылық жебелерге ұқсайтын бір түрлі сызықтар болды. Олар өткен ғасырдың 80-ші жылдарында үстірт картасы үшін топографиялық түсірілім кезінде табылды. Ұзындығы 800-900 метр, шындары солтүстікке қарай бағытталған жебе тәрізді белгілер іс жүзінде шұңқырлар мен тозған біліктер болып шықты. Виктор Александровский, экстрасенс. Үстірт жебелері ерекше және жұмбақ орын. Археологтарының пікірінше, жебелер ежелгі адамдарға мал қорасы ретінде қызмет еткен. Мистикаға келетін болсақ, бұл біздің ата-бабаларымыздың құдайлар мен рухтарға табынуларының себебі. Жебелер жүйесі 100 километрден астам жерде орналасқан. Бұл Перудың Наска шөлінің археологиялық құбылысынан асып түседі. Бір қызығы, адамның бой биіктігінен сызықтар көрінбейді. Медеу жұмбақтары. Алматыдағы Медеу шатқылының аумағында мистика әуесқойларының назарын аударатын бірнеше жұмбақ орындар бар. Бұл аяқталмаған қараусыз қалған үй. Онда аңыздар бойынша елестер өмір сүреді. Сонымен қатар кіреберісі төңкерілген ағаштардың тамырының астында орналасқан ескі жерасты шіркеуі. Бірақ шіркеуге қатысты кейбір тарихи дереккөздер табылды. Бұл жерасты құрылымдарының 20 сатыға жететінін, шіркеу ішінде ағашпен қапталғанын, бөлмелер мен белгішілер ілулі тұрғанын көрсетеді. Скит өткен ғасырдың басында Алматы монастырлерін шарпаған Ала-Сапран кезінде тұрғызылған. Дәлірек айтсақ, қазылған. Зынданда Медеуді қаланың әртүрлі нысандарымен байланыстыратын көптеген қозғалыстар бар деп айтылады. Бірақ катакомбалар үйіліп жатыр дейді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде...